Сіз армандаған үйіңіз дәл осы десек қателеспейміз. Сәлем, әлем. Қараңыздаршы. Ақниет мөлтек ауданынан 200 шаршы метрден тұратын осындай тамаша, аппақ, белоснежный үйімізді обзор жасап жатырмыз. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын. Осындай үй алуды нәсіп етсін. Кеттік бірге обзор жасайық. 8 соттық жер телімімен үйіміздің ішіне кіретін болсақ, мына қараңыздар. Тамаша кіреберіс, төбе биіктіктері 3,5-ды құрайды. Барлық жағдай жасалынған до мелочей көрініп тұр. Дизайнерлік ремонт жасалынған. Оң жағымызда осындай дайын гардеробная өзінің шкаф айнасымен. Бұл үйде 2 санторап бар. Сол жағымызда жуынатын гостевой санузел, шкафмен, мінекей дайын несі де бар. Стиралка орнатылып қойған, өте кең. Ал мынау біздің отбасылық, қараңыздаршы, тамаша керемет ремонтымен холл бөлмеміз. Қараңыздаршы, әрбір адамның арманы осындай ремонтымен үй салу деп ойлаймын. Мінекей бұл жерде екі бірдей үлкен кең терезе, жарасымды шторы, мінекей мән береміз. Бәрі өте қымбатты ремонт, дизайнерлік. Төбе биіктігі где-то 3,5-нан асады. Өте тамаша люстраларға мән береміз. Қараңыздаршы, люстрамызға дейін прям бәрін әдейі арнап, как мына жерде көріп тұрсыздар өздеріңіз, төбесіне жарасымды етіп жасап қойған люстрамыз болса, қарама-қарсымызда қонақ күтетін екі бірдей тоже люстрасымен кең бұл зал бөлмеміз, гостиная. Тоже екі терезесі бар, встроенный шкафтар подсветкасымен, толық жиһаздарымен үйіміз обзор жасалынып жатыр. Және де қарама-қарсында ас бөлме. Қараңыздаршы, бұл мечта каждой хозяйки. Бұл жерде барлық техникамыздың бәрі бош. Бұл жерде посудомоечный машинамызға дейін орнатылған, толық жиһаздармен, подсветкасымен, қараңыздар, по заказу до потолка жасалынған. Мына жерде встроенный холодильник и және бір ерекшелігі өзінің жеке, қараңыздаршы, шығып кететін, жанына шығып кететін террасамыз бар. Летняя терраса. Осындай тамаша үйіміз әрбір көрерменіме жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға осы сілтемені жіберіп қоюды ұмытпаймыз. Үйде барлық жиһаздар дайын жабдықталған. Мына жерде кең, қараңыздар, коридордан жан-жақты 3 бірдей жатын бөлмеміз кеткен. Мына бірінші балдарға арналған детская комнатамыз. Қараңыздар, бұл жерде де прям әдемі ремонт, жарасымды люстрасымен шторы, аккуратный. Есіктеріне мән береміз, аппақ белоснежный есіктер. Ал мына үй егелерінің жатын бөлмесі. Бұл жерде де қараңыздаршы, прям тамаша перышка мен жасалынған үлкен люстрамыз, встроенный шкаф, полностью мені көріп тұрсыздар. Бұл жерде де үлкен панорамный терезе, встроенная кровать, дайын шкаф. Бір сөзбен айтқанда кіріп тұра беретін осындай керемет үйімізді толыққанды обзор жасап жатсыздар. Ал мынау принцессаларға арналған осындай тамаша бөлме, куколканың бөлмесі. Бұл жерде де мінекей өзінің отыратын шкафы, сабақ істейтін жерлері, ойыншық қоятын, киім ілетін, осындай керемет фотообойымен. Бұл біздің екінші спальнямыз детская. Ал мына төрде осы жатын бөлмелерге арналған жуынатын ваннаймыз. Қараңыздаршы, бұл жерде де өте тамаша ремонтымен, инвентарінің бәрі өте қымбат, өздеріне арнап до потолка кафельденген екінші ванный комнатамыз. Сонымен қатар толық обзорымыз бітті. Кеттік, енді ауласын бірге тамашалайық. Ал жаңа айта кеткендегідей, мінекей ауламызға шықтық. Үйіміздің іші қандай тамаша болса, ауласы одан да әдемі тамаша. Бар жағдай жасалынған. 2025 жылы салынған 200 шаршы метрден тұратын осындай биік фундаментімен толық қанды жидкий травертинмен қапталған үйіміз. Мінекей төрінде орналасқан 8 соттық жер телімі. Үйімізді көрдіңіздер, ішінің бар жағдайы жасалынған. Ауласына келетін болсақ, сол қанатымызда қонақ күтетін, мына жерде отбасымызбен отыратын летняя осындай демалыс, үлкен демалатын бір бөлмеміз бар, тоже евроремонт. Как зал ретінде бұл жерде де, бұл жерде барбекю зонамыз, осы жерде тамағыңызды дайындап,
мына жерде ішіп ойнап отбасыңызбен отыратын мынау шағын ғана тағы да бір кладовкамыз бар. И толық газондалған, сол жағымызда бір санторап, тек мінекей брусчатканы ғана төсейсіз де, автоматтандырылған қақпамыз бар. Көшеміз тыныш. Орналасқан жерімізге келетін болсақ, Ақниет мөлтек ауданы Алаш базарына жақын жерде орналасқан осындай тамаша үйімізді обзор жасап біттік. Барша қазағыма Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын.